Періштелер жоламайтын жерлер. Періштелер жерде, аспанда, барлық жерде болады. Негізгі орныққан мекендері аспан әлемі. Бірақ жерде тұратындар да бар. Көктегі періштелер жерге тек Алланың әмірімен түседі. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен сіздердің көмектеріңізді көремін, естімегендерді естимін. Көк жүзінде төрт саусақ сиятындай бос жер жоқ. Барлық жерде Аллаға сәжде ететін періштелер бар, деп періштелердің көкте сәжде ететінін баяндады. Ал періштелер қандай жерлерге жоламайды? Ит адам досы дейміз десек те, нұрдан жаратылған пәк періштелер Алла Тағала тарапынан тыйым салған әрі Аллаға серік қоспайтын, түрлі күнәлар жасалмайтын жерлерде болады. Бірде Жәбірил періште пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, уағдаласқан мерзімде келмей қалады. Таңырқаған пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оның себебін ойлана бастайды. Содан соң менде бір кемшілік болды ма екен деп, үй ішіндегі жағдайға бір көз жүгіртеді. Үй ішінен немерелері Хасан мен Хусейннің кішкентай күшігін байқап қалып, оны сыртқа шығарып жіберген сәтте Жәбірил де кіріп келеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, одан кешігуін себебін сұрайды. Сонда Жәбірил періште, періштелер сурет тұрған және ит болған жерге кірмейді деп жауап береді. Басқа бір жерде Ибн Омардың риуаятында бойынша пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, аңшылық пен малшылықтан тыс үйінде ит асыраған адамның сауабы күнде кем отырады дейді. Яғни малды, үйді қорғау, аң аулау сияқты нақты қажеттілік болмаса, үйдің ішінде ит асырауға дінімізде тыйым салынған. Ондай иісті періштелер де ұнатпайды. Періштелердің жағымсыз иісі де ұнатпайтындығын айта кету керек. Муслимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сарымсақ, пияз жеген адам мешітке келмесін. Өйткені адамдар ұнатпаған иісті періштелер де ұнатпайды деген. Бұл жерде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мешіт немесе сол секілді өзге де ғибадат орындарына мүмкіндігінше жағымсыз иіспен бару керектігін ескертуде. Сарымсақ пен пияз жайлы басқа хадистерде көп айтылады. Бірақ бұл Алланың аталмыш нығметіне мүлде жеуге болмайды деген мағынаны білдірмейді. Бұған дәлел ретінде пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сіз еш сарымсақ жемейсіз бе деп сұралғанда, маған Жәбірил періште кез келген сәтте уахи әкелуі мүмкін, сол үшін жеймін, ал сендер жей берсеңдер болады деген жауабын келтіруге болады. Олар ондай жерге мүлдем жоламайды. Періштелер ұрыс-керіс жанжал болып жатқан жерлерге жоламайды. Бір күні Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сахабаларын отырады. Бір адам келіп Әбу Бәкірге, оған Алла разы болсын, былапыт сөздер айтып, оны әбден масқаралайды. Әбу Бәкір бұған мән бермей үнсіз отыра береді. Әлгі адам екінші мәрте жаман сөздер айтып, тағы масқаралайды. Әбу Бәкір бұл жолы да үнсіз қалады. Әдепсіз адам теріс қылығын үшін мәрте қайталанған уақытта Әбу Бәкір де оған сөз қайтарып, өзінің қораштауын әрекетіне көшкен еді. Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, отырған жерін тұрып сыртқа шығып кетеді. Оның ізінше шыққан Әбу Бәкір, уа Алланың елшісі, менің қылығыма ренжіп қалдыңыз ба деп сұрайды. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әй Әбу Бәкір, көктен періште түсіп, ол адам саған айтқан сөздерін жоққа шығарып, сені қорғаштап отырған еді. Сен өзіне араша түскенін әлгі періште кетіп, соңына шайтан отырды. Ал мен шайтанмен бір мәжілісте отырмаймын деп жауап берді Бұхари. Олар мынадай харам жерлерден алыстау үшін шайтандар көбінесе дәретханаларда, үйілген қоқыстарда, арақ-шарап көп ішілетін жерлерде, тағы басқа лас жерлерде болады. Ал керісінше мұндай жерлерге періштелер жоламайды дейді. Сондықтан дәретханада тым ұзақ отыра беру дұрыс емес, және харам жерлерде аулақ болғаныңыз жөн. Үйдің бір бөлмесі әжетхана болғаны секілді, екінші бөлмесі мешіт болуы мүмкін. Әжетханаға әдебі жөнінде көптің біле жүрер нәсиhatшілікті. Әуелі, я Алла, ластықтан және лас нәрседен оған саған сыйынамын деген дұғаны оқып, сонан соң барып әжетханаға сол аяқпен кіріп, шығарда оң аяқпен шығады. Біз әрдайым Алла Тағала мен періштелердің назарындамыз. Сондықтан таза жерлерде жүруді, тазалықты ұстануды әдетке айналдырғанымыз абзал. Бұл жайында пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үмбеттің әрқашан өзі тұратын үйдің ішін, ауласын таза ұстауға шақырып былай деген. Алла Тағала жомарт әрі жомарт құлдарын жақсы көреді. Алла Тағала тазаланғандарды ұнатады. Ендеше үйлеріңіздің маңайына да таза ұстаңыздар дейді.